Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Сабағымыздың мақсаты салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау. Музыка өнер туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылығын бағалау және ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін сипаттау. Көптеген ғасырлар барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет-ғұрыптар мен салт дәстүрлері қалыптасты. Қазақтардың әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге топтары арасындағы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен роль атқарды. 19 ғасырдың аяқ кезінде Ресейдің зерттеушісі Виктор фон Герн былай деп жазған болатын: жалпы алғанда қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымды ақкөңілділігімен және қонақжайлық қасиетімен таң қалдырады. Мұның өзі олардың сүйегіне ежелден сіңіп кеткен керемет асыл қасиет. Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлық қасиет ежелден тән. Қазақтардың қонақжайлық қасиеті мен өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптарына тоқталсақ. Қонақасы беру. Қазақтарда үйіне келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру. Оған жайлы төсек орын салып қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден бар. Дәм ауыз тию. Үйге бас сұққан кез келген адамды дәмнен ауыз тигізбейінше жібермейтін. Қуыс үйден құр шығармайтын. Ерулік беру. Басқа жақтан жаңадан көшіп келгендерді, оның туған туыстары немесе көршілері арнайы дастарханға шақырып, ерулік тамақ беретін болған. Асар. Ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып, біреудің белгілі бір жұмысын бітіріп береді. Қазақтардың әдептілік пен сыпайылық әдет-ғұрпына тоқталайық. Екі қазақ кездесе қалғанда, жасы кішісі жасы үлкеніне «Ассалаумағалейкум» деп бірінші болып сәлем береді. Жас үлкен кісі оған «Уағалейкум ассалам» деп жауап қатады. Тек содан кейін ғана егжей-тегжейлі амандық саулық сұрасады. Бұлай сәлемдесу бірін-бірі тіпті танымайтын адамдар үшін де міндетті болып саналады. Жас келіндер ер азаматты ерекше құрметтеудің белгісі ретінде күйеуінің жақын туысының атын атамаған. Күйеуінің іні қарындастарын Шырақ, Жарқын, Айнаш, Гүлім деп еркелете ат қоятын. Өзге туыстарына да жаңа әрімді әрі жарасымды ат ойлап табатын. Базарлық. Алыс сапардан немесе жәрмеңкеден қайтып оралған адам өзінің жақын туыстары мен көршілеріне әр түрлі сыйлықтар ала келеді. Сарқыт. Әйелдер үйде қалған балалар мен жақындарына мереке тойларда болған жерлерінен дәм ала келеді. Сүйінші. Дала тұрғындары қуанышты хабарды жеткізгенде сүйінші сұрайтын болған. Қуанышты хабар жеткізген адам жақсы сыйлық жасалады. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген көптеген аса көрнекті әншілер мен күйшілер халық музыкасының негізін қалады. Сондықтан бұл кезеңді қазақ музыкасының гүлденген дәуірі деп атайды. Қазақ музыкасының дамуына өзіндік үлес қосқан атақты күйшілердің қатарында Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы және тағы басқалар болды. Құрманғазы Сағырбайұлы Бөкей ордасының жедел жерінде туылған. Ол бала күнінен естіген күйлерін өздігінен үйрене бастаған. Оның 60-тан астам күйлері бар және кейбір күйлерінің бірнеше нұсқасы белгілі. Құрманғазының күйлерінде өмір шындығы суреттеледі. Кішкентай күйін Исатай Тайманов көтерілісіне арнаған. Көтерілістен жеңіліс тапқан халықтың күйінішке толы үн естіледі. Балбырауын күйінде халық мерекесі, Сарыарқа күйінде ұлан байтақ даланы, Кісен ашқан күйінде халықтың қайғылы тағдырын бейнелейді. Құрманғазы күрес рухына толы шығармалар үшін байлар, патша шенеуніктері тарапынан қуғындалып, абақтыға қамалған.
Ықылас Дүкенұлы күйші, қобызшы, сазгер. Ол Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында дүниеге келді. Шыққан тегі кіші жүздің тамаруынан. Ықылас жастық шағында Тәттімбет, Дайрабай, Қыздарбек, Әбди сияқты күйшілердің шығармаларын тыңдап, кейбірімен замандас сыйлас болып, өзінің талантын ұштады. Оған алғаш қобыз үйретуші, әрі оның күй шығаруға бейімділігін қолдаған әкесі болды. Аз уақыт ішінде әкесі тартатын күйлерді үйреніп алған ол, қазақтың көне аспабы қылқобызда ойнаудың асқан шебер атанды. Ықыластың аса белгілі туындылары Ықыластың күйі мен қоңыр күйі. Қазақтың музыкалық аспаптары ғасырлар бойына ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған мәдени мұра. Оның ішекті, үрмелі, ұрмалы, соқпалы сияқты түрлері бар. Домбыра қазақтың ұлттық музыкалық аспабы. Домбыраның көне түрі таңбура деп аталған. Таңбуралар 2 және 3 ішекті болған. 2 ішекті таңбуралардың саны 5 болып келеді. Басында біріне бірі қарама қарсы, немесе мойынның бір жағында ғана 2 құлағы. Құлақтан сәл төмен ішектер үшін кетігі бар тиегі орналасқан. Домбыраның шегі қойдың немесе ешкінің шегінен бұралған. Домбыраның сүйегі әбден кепкен терек, қарағаш, жаңғақ, жиде, бал қарағайдан шабылған. Домбыраның құрылысы бас, мойын, шанақ, құлақ, ішек, перне, тиек, ойық, қақпақ, түйме деген басты бөліктерден тұрады. Сыбызғы үрмелі аспап. Сыбызғы бақташылар арасында кең тараған. Көбіне сыбызғы күйі сазды болып келеді. Қобыз немесе қылқобыз қазақтың ертеден келе жатқан ішекті аспабы. Ертеде бақсылар қобызды адам емдеуде, сарын орындау үшін қолданған. Қорқыт атаның күйлері қобыздың сүйемелдеуімен дүниеге келген. Дәулет бақсы, Табынбай қобызшы, Тәңірі күй, Қорқыт күй сарындарын қобызға қосқан. Қорқыттың қобызын, оның сарынын ең алғаш мирас еткен атақты бағаналы Қойлыбай бақсы. Олай болса, құрметті оқушылар, сіздерге тапсырма. Қазақ халқын ұмыт бола бастаған 3 салт дәстүрін атаңыз. 19 ғасыр күйшілерінің күйін тыңдап, алған әсерлерімен бөлісіңдер. Және қандай музыкалық аспапта ойнағанда ұнатасың. Назар аударғандарыңызға рахмет.